Ассаламу алейкум, урметлі серджілер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері бүгін февральның 28-ы чаршембе күні. Қырымның ишгалжа кемиеті Русия президенті сайлавларының көрмемізлікке урулғаны тақдерде девлет муэссеселерінің хадимлеріні қорқузмаға тырыша. Бұны Фейсбукта Қырым татар милли межлесінің рейсі Мовина Нариман Джилял білдіре. Шу жүмледен ишгалжа кемиет инсанларының сайлавларда иштирак этмек ниетлері ақында да сұраштыра. Инсанлар келмейджеклері ақында білдіргенді есе иште чықартув қорқузувлары сеслендірілі. Көйлерді есе йолларының япылмайжағы сувның кечірілмейжегі или қорқузалар. Авропа шурасы янындаки Украинаның даими темселжесі Дмитро Кулеба айтқаны кебі, Қырымда Русия президентінің сайлавлары халқара жемиет тарафындан танылмас. Вашингтонда Русия элчиханесі янында Борис Немцов адына мейдан ачылды. Русия мухалифенің ады Висконсин авеню қысымына берілді. Ачылышты әдбірінде Немцовның қызы Жанна, савдашы Владимир Карамуразове Флорида сенатора Марко Рубио иштирак етті. Соқықның адыны деніштірмек теклефі сенатор Гаид еді. Русия мухалифы 2015 сенесі февральның 27-сінде Москворецкий көпірінде атып өлдірілді. Кремльден 200 метр ұзақлықта Немцов Путинның саясатыны тенқид етеве Русия ордусының Донбасс женкінде иштирак еткенінің избатлайжақ мұразысыны ашкар етежек еді. Немцов Русия ватанпервері ве айны вақытта Украина досты олған Русия саясатчыларының бірі еді. Русия элчиханесі янындаки соқақ Владимир Путин ве оның тарафдарларына сербестік сесіні сұстырмақ үшін өлдірув, зұлым ве қорқызуыны қоланмаға мүмкін олмағаныны қатырлатажақ. Америка Бірлешкен Девлетлері кибертелікөсізлік сасында Украина или ишбірлікнің арттырмаға планлаштыра. Мунасип қарар енді Сенат бақуына көрсетілген деп білдіре Фейсбукта Америка Бірлешкен Девлетлеріндегі Украина элчиханесі. Весеқа Киевге Девлет акимиеті органларының компьютер ағылары қоровының арттырылмасы ве Украинаға Русия хаберте сырының эксілтмесі бойынша ярдымны көзде тұта. Русияда қанунсыз суретті тұтылған Украин журналисті Роман Сущенко қадыны ве қызынен көрішті. Лефортова сезосында Курышев қарарнен бірса девам етті. Бұны UA TV телеканалына адвокат Марк Фейген білдірді. Оның сөзлеріне көре бұл махкемеден әвел олған сонки Курышев еді. Қадыны ве қызы Роман Сущенкоға яқынларының яны фоторесімлеріні ве оғлының ресімлеріні көстірділер. Хаберлеріні достыларының йоллаған селемларыны білдірділер. Они привезли ему письма, рассказали о... Олар Романға мектуплеріні кетірді. Оның адына келген хайырлавларыны, Укринформ иждешлерінің дестек сөзлеріні білдірді. Роман пек мемнен қалды. Бұндан сон мен оннен көріштім. Әршейні музакере еттік. Романда әршей яқшы, әм сағлығынен, әм чок шүкір. Азақ малларынен де. Она керек олған шейлеріні кетереміз. Бұтын техники меселелер де яқшы чалыша. Даваға келгенде шымды иш мәліматлары или танышу басымаға сонына ете. Век қабатлай джин етеже прокуратураға берілі. Таздықлақ үшін. Кележек афта олыр деп білейміз. Ве сонра иш бұқарар махкемеге берілежек. Украина телекөсізлік қызметі Луганск женкеверлері тарафына кечкен дорт махкемеджеге ғиябей тометіні білдірді. СБУ-ның топлаған малюматларына көре Украина кеметі тарафындан вақтынже идаре тілмеген территорияда болынған махкемеджелер махкеме органларының вазифелеріні террорджеларының адындан еріне кетіреді. СБУ білдіргені кебі умумен Луганск велеетінде 2014 сенесінден террорджи тешкелетларына алақасы олған махкеме кемиетінің 11 векелене томет илян етілген еді. Қачақ президент Виктор Януковичның Девлет хайынлігі қындаки давасының бақылмасы мартның 6-сына кечірілген Киевның Абалонь район махкемесінің отырушы қабатланғанын адвокатлары келмегені себебінден ләғу етілді. Махкемеде Владислав Девятко айтқаны кебі Януковичның имаеджелері өзлерінің Русия Федерациясы территориясында бұлынған Януковичке кеткенлері үшін махкемеден тенефюсны риджа етті. Прокурор Руслан Кравченко дейке
имае тарафы аселет махкеме отырушыларына боза. Шунын үшін Януковичке яны имае жинын берілмесіні шифат етті. Махкеме шифатыны қабыл етмеді. Бүгінке отырушта имаенын бірінші шаты сорғуға чекілежек еді. Сезодан махкемеге СБУ Киев идересінің сабық башы Щоголевнын кетірілмесі планлаштырылған еді. Ми тільки хочемо, щоб було Қабатланған Януковичтің ақлары ве сербестлігінің қорывы башқа бір имайджи тарафындан теминленмесіні істейміз. Чүнки бұл адвокатлар махкеме отырушыны боза ве қабатланған Януковичтің ақылқларыны ве сербестлігінің қорывы бойынша өз вазифелеріні еріне кетірмей. Киевнын Абалоне район махкемесі Януковичнын Девлет Хенлиге қындаки даваны былтыр майысының дортунды бақмаға башлады. Хатарлатам, Виктор Янукович кибін 14 сенесі Русияге қачқан еді. Украинада қачақ президент бір сыра жинайы ішнің иштиракчысы ола. О, иқтисади жинаятлер Девлет Хенлиге ве Евромайдан иштиракчыларыне қаршы етілген жинаятлерді қабатлана. Бұл жинаятлер үшін сабық президентке омурлік апиш жазасының берілмесі мүмкін. Русия Сурияда химиеви селянын yok etilmesi boyunca kefil mecburiyetlerine eda etmey. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin elçisi Robert Wood Женевада silasızlanuf konferensiyasında bildirdi. 2013 senesi avgust ayında Şarkı Guta'da olğan himiyevi ucumdan son Suriye himiyevi selyanın yasaklağı hakkındaki şartnamege koşulgan edi. Rusya ve Birleşik Devletleri'nin müzakerelerinden son Moskva bu gibi selyanın Suriye hükümeti tarafından yok etilmesinin kefili olmağa söz bergen edi. Fakat halkara hukuk koruyucu teşkilatlarının ve tıbbiyet adamlarının malumatına göre Bashar Asad'nın orduları bu silahını da 2 kere kullangan edi. 2017 senesi İdlib vilayetinde ve Damask civarında Şarkı Guta'da geçken bazar kunu. Suriye'deki himiyevi hücumlarga Rusiyanın doğrudan doğru alakasını tasdiklagan malumatımız yok. Fakat memleket öz vatandaşına karşı himiyevi silahını kullanılgan rejimge kol tuta. Şunun için Rusiyaga da bir kere bu meselede yanlış tarafta turganını hatırlatamız. Mart'ın birinde Ukrayna'nın Cenubi, Şarkı ve Merkezi regionlarında sinoptikler güçlü yelinin bolkar yağuvları ve buzlu vaktinin olacağını tahmin etti. Hava bozulmasına Balkanlardan kelgen nevbetteki siklonlar sebep olan. Siklonlar bir-biri артından şimali şarkı yöneliş boyunca kele. Kara ve Azak denizlerinin suv alanında Mariupol, Berdyansk limanlarında yel güçlü saniyede 27 metrge yetecek. Kara denizde dalgalar 4 metrge, Azak denizinde 2 metrge kadar kötürülecek. Bozgun hava sebebinden yollar tıkanıklıklarının olması, elektrik nakil hatırlarının bozulması mümkün. Kurtarıcılar aydavcılarga kurek, alatlar, yakarlık yedegi, termoslar ve sıcak şeyler ile yolga çıkmağa tavsiye etti. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler Facebook ictimai ağında ve saytımızga göre bilesiniz. UA TV ile olunuz, sağlıknen kalınız, görüşkence.